Құрметті көзал мырзалар, бүгінгі біздің қарайтын тақырыбымыз реттік саны бойынша 10-шы тақырып. Тақырыптың атауы әйел адамдардың қылмыстылығы және оны ескерту. Әдеттегідей тақырып бойынша біз сіздермен 3 сұрақ қарастырамыз. Оның біріншісі әйелдер қылмыстылығының жай-күйі, динамика және құрылымы. Екінші әйелдер қылмыстылығының себептері. Үшінші әйелдер қылмыстылығының ескерту. Енді біз сіздермен алдыңғы тақырыптарда айттық қой. Жалпы қылмыстылықтың ішіндегі физиологиялық ерекшеліктеріне байланысты бұл бөліп жіктеп қарастырамыз дегенбіз. Бүгін біз енді осы негізде әйел адамдардың қылмыстылығын жеке қарастыратын боламыз. Әдетте енді осы әйел адамдардың қылмыстылығын, маңыздылығын, немесе қоғамдағы динамикасын, қылмыстылығының құрылымын білу үшін біз сіздермен статистикалық мәліметтерге көз жүгіртіп өтейік. Енді міне сіздерге өткен жылдардың статистикалық мәліметтері, оның ішінде әйел адамдардың қылмыстылығына дайындалған. Енді жалпы барлық қылмыстар 11.177 болатын болса, оның ішінде қылмысы 9.723, теріс қылықтары 1.454 екен. Бұдан кейін енді әдетте қылмыстық құқықтың ерекше бөлімнің тараулары бойынша осы әйел адамдардың қылмыстылығын жіктеп қарастырып көрейік. Енді әдетте бірінші тарауда бізде жеке адамға қарсы қылмыстық бұзушылықтар ғой. Оның жалпы 519, оның ішіндегі 99 бап бойынша, яғни адам өлтірудегі 70 қылмысы тіркелген екен. Енді екінші тарауда отбасына және кәмелетке толмағандарға қарсы қылмыстық бұзушылықтар 31 қылмыс, мынарада алдарыңызда тұр. Үшінші тарау адам және азаматтардың конституциялық және өзге де құқықтары мен бостандықтарына қарсы қылмыстық бұзушылықтар 45. Алтыншы тарау меншікке қарсы қылмыстық бұзушылықтар. Мұнда 9162 қылмыс. Енді осы алтыншы тараудың ішіндегі әрине біз білеміз, меншікке қарсы қол сұғудағы әйел адамдардың ер адамдарға қарағандағы өзіндік ерекшелігі бар. Оның ішіндегі 187 бап, яғни сақ-түйек жымқыруда 793 қылмыс, 188 бап ұрлық бойынша 5515, алаяқтық бойынша 2252, 191 бап тонау бойынша 183 тіркелген екен. Сауыңыз тілеймін. Тамасындар. Сауыңыз тілеймін. Запись жазып жатырмыз, микрофондарыңызды өшіріп отырыңыздар. Одан әрі қарата қарастырып көрейік. Енді 10-шы тарау бойынша қоғамдық қауіпсіздікке және қоғамдық тәртіпке қарсы қылмыстық бұзушылықтар. Бұның ішінде 307 қылмыс тіркелген. Оның ішіндегі қоғамда жиі болатын қылмыстың бір түрі ол бұзақылық. Осы 293 бап бойынша 269 қылмыс тіркелген екен. 11-ші тарау халықтың денсаулығын және имандылыққа қарсы қылмыстық бұзушылықтарда 209 қылмыс. Оның ішіндегі есірткіге байланысты 296 бап бойынша 75 қылмыс, 297 бап бойынша 43 қылмыс анықталған. Одан кейінгі 309 бап, яғни имандылыққа қарсы қылмыстық бұзушылық қой. Бұнда жезөкшелікпен айналысуға арналған притондарды ұйымдастыру, немесе оларды ұстау және жеңгетайлық 54 қылмыс тіркелген екен. Одан кейінгі жаңа тарау 12-ші тарау медициналық қылмыстық бұзушылықтар бойынша 15 қылмыс тіркелген. Енді біз білеміз, әйел адамдардың өзінің физиологиялық ерекшелігіне байланысты кәсіптің, мамандықтың түрін, жұмыстың түрін таңдап алатындығын. Сонда көп жағдайда біз білеміз, осы медициналық қылмыстық бұзушылықтың ішінде әйел адамдардың санының әлдеқайда ер адамдарға басым екендігін қоғамның өзі дәлелдеп отыр. Барлығы 15 қылмыс тіркелген. Оның ішінде 317 бап бойынша медициналық немесе фармацевтикалық жұмыстар кәсіптік міндеттерін тиісінше орындамау 14 қылмыс болған. Одан кейін 319 бап заңсыз түсіріп жасау. Бұнда бір қылмыс тіркелген екен. Одан кейін экологиялық қылмыстық бұзушылықтарда 23. Оның ішінде жаңағы заңсыз ағаш кесу деген сияқты қылмыстардың түрлері бар. Көліктегі қылмыстық бұзушылықтардың ішінде 266,
оның ішінде 345 бап көлік құралдарын басқаратын адамның жол жүріс немесе көлік құралдарын пайдалану қағидаларын бұзу 202 қылмыс болатын болса, мына жерде бір назар аударатын мән жай 346 бап көлік құралдарын басқару құқығынан айырылған және алкоголь есірткі немесе ұлтқұмарлық мазаң күйде адамның көлік құралын басқару, сол сияқты көлік құралдарын басқаруды осындай адамға беру немесе көлік құралдарын осындай адамның пайдалануы. Енді мына жерде сан көрсетілмеген, мына жерде 51 қылмыс тіркелген екен. Енді біз шартты түрде қоғамдағы ер адамдардың белсенділігіне қарай көп жағдайда жаңағы құқықсыз дейміз, немесе құқық шектелгеннен кейін алкогольдік мас күйде көлік жүргізу әдетте біз ер адамдарға тән деп қарастырғанмен де әйел адамдардың ішінде осы қылмыстың түрі кездесетіндігі бар екендігі мына статистикалық мәлімет дәлелдеп отыр. Басқару тәртібіне қарсы қылмыс бұзушылықтардың ішінде 514 қылмыс, оның ішінде өзінше билік ету 224 қылмыс. Енді бұл жерден де біз осы әйел адамдардың қылмыстарының қоғамдағы басқарушы өкілетті билік өкілдері қызметінде екендігін біз білеміз. Олар осы қызметті атқара отырып құқық бұзушылық жасаған. Сонымен қоса ол сот төрелігіне және жазалардың орындалу тәртібіне қарсы қылмыс бұзушылықтары 58 қылмыс тіркелген, оның ішіндегі 419 бап көрінеу жалған сөз жеткізу 24 қылмыс бар екен. Енді ерекше бөлімнің соңғы тарауы әскери қылмыс бұзушылықтар, бұл жерде әйел адамдардың белсенділігі, қылмысқа қатыстылығы жоқ болып отыр. Енді әрі қарата дәрісіміздің негізгі мазмұнына келейік. Бұл жерде міне осы бірінші сұрақ бойынша жағдайы, жай-күйі, динамикасы жаңа аталған статистикалық мәліметтер арқылы анықтай аламыз. Енді одан кейінгі әйел қылмыстылығының ер адам қылмыстылығынан айырмашылығына келетін болсақ, алдарыңызда оның негізгі айырмашылықтары көрсетілген. Мұнда біріншіден қылмыстардың көлемі мен сипатына қарай. Әрине, белгілі бір аумақта, белгілі бір кезең ішінде жасалған барлық қылмыстардың сандық және сапалық не болмаса, оны жасаған адамдардың санына келетін болсақ, бұл жерде әдетте ер адамдардың басым екендігі белгілі. Оның ішіндегі 10%-ға дейін жетпейді, 9-7% осы әйел адамдардың үлесіне тиеді. Дегенмен де қылмыстың саны аз десек те, олардың қоғамға қауіптілігі, әрекеттілігі бар. Жасау әдісімен құралы бойынша әдетте жаңағы өздеріңіз жоғарғы статистикадағы көрсеткіштерге қарағанда меншікке қарсы қылмыстар дедік. Әрине көп физикалық күш жұмсамайтын қылмыстарға қатысты осы әйел адамдардың белсенділігі жоғары. Жасау әдісі яғни алаяқтық болды, ұрлау болды, бұзақылықтың өзі бар, есірткіге қарсы қылмыстардың да бар екендігі анықталып отыр. Енді қылмыстық қол сұғу құрбанын таңдаумен бұған назар аударатын болсақ, көп жағдайда бұлар өздерінің құрбанын таңдаған кезде физиологиялық немесе интеллектуалдық белсенділігіне байланысты. Алаяқтық қылмыстарда көп жағдайда қандай да бір бағытта қылмыс жасағанда бұлар өздерінің құрбанын таңдап алатындығы. Яғни алаяқтық арбау, сенімге кіру арқылы бұлардың қылмысы міндетті түрде құрбанын олар алдын ала білетіндігі. Біз сіздермен алдында эктимология тақырыбын өткен кезде айтқан болатынбыз, құрбандардың өзінің жаңағы қылмыскерге қатысты міндетті түрде олардың арасында қандай да байланыстың болатындығы бар екендігін айтқанбыз. Осындай жағдайда осы әйел адамдардан қылмыс жасау, қол сұғу объектісін таңдауда олар өздерінің құрбандарын алдын ала таңдап алатындығы, олар жайында қандай да бір мәліметтің анық екендігі қылмыстың құрбанын таңдауда белгілі болады. Құқыққа қарсы мінез құлқындағы күш қолдану қылмыстарының орны. Енді бұл жайындағы әрине біз физиологиялық ерекшелігіне байланысты әйел адамдарда біз айтамыз, көп жағдайда олар күш қолданбайтын қылмыстарды жасайды дейміз. Дегенмен де жаңағы тонау қылмысында
не болмаса қарақшылықта адам өлтіруге қатысты қылмыстардың бар екендігі бар, дегенмен де көрсеткіштері бұлардың төмен дейміз. Оны қазір төменде тағы да статистикалық мәліметтерге тоқталамыз. Сондағы осы әйел адамдардың адам өлтіруге қатысты тіркелген қылмыстың өзі қандай да бір дәрежеде олардың күш қолдану қылмыстарын жасайтындығын дәлелдейтін болады. Енді көп жағдайда бұлар күш қолдану кезінде қылмыстық топ болатын болса, оның ішінде қатысушылар болады. Кейіннен әрбір бейне таспаны көреміз, сонда да әйел адамдардың қатыгездік деңгейінің қаншалықты екендігінің дәлелі болатын бейнефильмге назар аударамыз. Енді әйелдер қылмыстылығына әсер ететін жағдайлар. Әдетте біз қылмыс себебімен шарттарын анықтаған кезде міндетті түрде субъектінің қылмыс жасауындағы қозғамын анықтауымыз керек. Мысалы, қылмыскер неге қылмыс жасайды дейтін болсақ, бұл жерде біз әйел адам неге қылмыс жасайды деген сұраққа жауап іздеуіміз керек. Сонда шарт түрде теориялық негізде осы аталған негіздер бойынша олардың қылмыстық жолға баратындығын дәлелдеп отыр. Біріншіден, әйелдердің биологиялық және психологиялық ерекшеліктері. Енді биологиялық дегенде әрине ер адамнан бөліп алғанда өзінің жаңағы интеллектуалдық немесе физиологиялық ерекшелігі өз алдына ғой. Дегенмен де нақты жағдайды бұлар қалай қабылдайтындығы өздерінің жыныстық ерекшелігіне байланысты нақты болып жатқан айналасындағы құбылыстарға көзқарасы соған деген өзінің әрекеттілігі бар. Ол биологиялық болғанда әрине жаратылысындағы оның табиғи өзінің ерекшелігі болады. Ер адамға қарағанда олардың жаңағы отбасының, ананың бойында болатын қасиеттердің барлығы міндетті түрде болады. Психологиялық ерекшелігі олардың да ер адамға қарағанда ерекшелігі бар. Олардың қызбалығы, нақты жағдайды асыра қабылдауы, не болмаса теріс қабылдауы дейміз. Осындай жағдайларда оның психологиялық ерекшеліктеріне назар аударуымыз болады. Енді бұны қазақстандық ғалым Корзун деген өкінішке орай ол кісі дүниелік болып кетті. Осы әйел адамдардың қылмыстылығы жайында егжей-тегжейлі зерттеп, өзінің ғылыми ұстанымдарын бізге ұсынған болатын. Сонда әйел адамдардың жалпы өмір сүру кезеңінде дейміз, бүге-шіге зерттей отырып, қылмыс жасауға барғандағы жаңағы қозғамдарын анықтаған. Көп жағдайда олардың психологиялық ерекшеліктеріне назар аударатындығы. Олардың жаңағы тіпті біз қылмыс құқықта айтамыз ғой, өзінің сәбиін өлтіруі, соның өзінде де олардың есінің кіресілі, шығысылы, аффекті жағдайында дейміз, осындай жағдайлар олардың бойында көп болады. Осыған назар аударған екен. Қоғамдық қатынас жүйесіндегі әйелдердің әлеуметтік рөлі мен қызметі. Енді бұны философиялық тұрғыдан сан-саққа бағыттап айтуымызға болады. Әйел адам қоғамдағы орны дейміз, олардың атқаратын міндеті, оларға тиесілі, жаратылысынан, тумасынан берілген, өздеріне деген сол үшін жаратты деген әртүрлі бағытта айтуымызға болады. Дегенмен де әйел адамдардың қазіргі таңдағы қоғамдағы рөлінің қаншалықты деңгейде екендігі. Яғни өзі қызмет бөлуде, жұмыстың түрін таңдағанның өзінде де тағы да әйел адамдар атқаратын өзінің тиесілі жұмыстары бар. Олар қызмет саласында көп жағдайда олар қызмет көрсету саласында жұмыс жасайтындығы, еңбек ететіндігі бар. Соған қатысты олардың еңбегіне қатысты төленетін ақының өзінің қаншалықты ер адаммен салыстырғанда төмен екендігі бар. Сонымен қоса қарапайым отбасындағы әйел адамның рөлі, оның атқаратын міндеттері, тәрбие дейміз, тағысын тағы асырау, тағысын тағы әлеуметтік жағдайларға байланысты. Сонымен қоса жалпы қоғамдағы әйел адамдардың рөлі, қазіргі таңдағы гендерлік саясат дейміз, бұлардың ер адамдар сияқты билік басына, тағысын тағы тең құқықты болулары, сонымен қоса бұның ар жағындағы әрбір қоғамдағы ұлттық ерекшеліктеріне байланысты салт дәстүрлік қоғамды құраушы ұстанымдардағы олардың орнының барлығы анықталатындығы.
яғни қоғамдағы орын таппаған әйелдердің өздерінің белсенділігі арқылы тек ана заңды жолмен, заңсыз жолдармен де қандай да бір қарапайым қажеттіліктерін өтеу үшін қылмысқа баратындығымен анықталатындығы. Енді мына жерде отбасылық тұрмыстық дейді. Әрине, ер адамдарға салсақ, олардың айтатыны, әйел адам деген ол үйде отыру керек, бала тәрбиесімен, өзінің жарын күтумен, оның жағдайын жасаумен деген сияқты жоғары сөздер болады. Өкінішке орай, отбасылық тұрмыстық жағдайда осы әйел адамдарға жаңағы аталған жағдайды жасап бере алмағандықтан, сол жағдайдың болмағандықтан олар өздерінің белсенді қоғамға араласатындығы. Әрине ол заңды жолда болуы мүмкін. Одан кейінгі мынау біз қарастырып отырған әйел адамдардың қылмыстық жолына түсуіне де себеп болатындығы. Яғни біз алдында да айтамыз, кез келген қоғамдағы адамдардың өзінің атқаратын рөлі, сол рөлінен ауытқымау. Егер де тепе-теңдіктің баланс деп айтамыз, әркімнің өз рөлін ауыстырып алатын болса, өзгертетін болса, қоғамда қандай да бір қайшылықтарға, кедергілерге, түсінбеушіліктерге әкеледі де, оның соңы қылмысқа әкелуі мүмкін. Енді әйел қылмыскерлердің жеке бас типтері бұлар қандай болады дейміз. Ниетінің мазмұны мен сипатына қарай оны заңдық тұрғыдан күш қолданушы, пайдакүнемдік күш қолдану, пайдакүнемдік, абайсыздық, мәжбүрлі, тәуелді. Енді осылардың әрқайсысына қысқаша жеке-жеке тоқталатын болсақ, күш қолдану. Әрине, тағы да қайталап айтамыз, әйел адамдардың физиологиялық ерекшелігі ер адамдар сияқты бойында физиологиялық күштің, жігердің жаңағы қаншалықты екендігі белгілі. Дегенмен де осы қылмыстық жолда күш қолдануда неге бұлай болды? Оның да ар жағындағы қандай да бір себептері, шарттары бар. Жаңағы әйел адамның бойынан күтілетін мейірімділік, сыпайылық, әдептіліктердің барлығы жойылуы, не болмаса бұрмалауының салдарынан бұлар қатыгез, одан кейін озбырлыққа, аяусыздыққа бұрмалайтын мінез-құлықты осы қоғамда қабылдайды, соны жүзеге асырады. Пайдакүнемдік күш қолдану қылмыстары жаңағы тонау болатын болса, қарақшылық болатын болса, бұл жердегі ең бірінші пайдакүнемдікке назар аударуымыз керек. Өзі табиғи жаратылысынан әйел адам кез келген өзі қазіргі таңның өзінде де мысалы ер адам ұрлық жасаса, не болмаса әйел адам ұрлық жасағанда олардың ұрланған заттарын қалай пайдаланатындығы. Мысалы әйел адамдар ол өзінің бала шағасын асырау үшін былайша айтқанда үйіне таситындығы. Ал ер адамдар тапқан пайданы олар сол уақытта жаратуы мүмкін, не болмаса тағысын тағы. Жаңағыдай пайдакүнемдік ниетте көп жағдайда олар көздемейтіндігі. Бұл жерде айырмашылығы міне осы жерден табиғи жаратылыс әйел адамның бойындағы ерекшелігіне байланысты. Енді абайсызда қылмыстар дедік, жол көлік ережесін бұзу деген сияқты, тағысын тағы адамның өмірі мен денсаулығына қандай да бір қауіп төндіретін қылмыстарды абайсызда жасау мүмкін. Ол өзінің қызмет бабында болуы мүмкін, өзінің тікелей медициналық қылмыстарды айтып жатырмыз, сол жердің өзінде дәлелді болып тұр. Өзінің жүктелген міндеттерді атқармаудың салдарынан қандай да бір зардаптың туындауына әкелгендігі. Мәжбүрлі тәуелді. Енді бұл жерде қайталап айтамыз, отбасында болсын, қандай да бір ортада, шағын ортада әйел адамның, қыз баланың тәуелділік болатындығы. Соның салдарынан мәжбүрлі қылмыс жасайтындығы. Отбасындағы орнына байланысты ұдайы ұрып соғудан, не болмаса қандай да бір кемсітулердің салдарынан шарықтау шегіне жеткеннен кейін ол өзінің еріне дейміз өлтіруі мүмкін, не болмаса денесіне қандай да бір зиян келтіруі мүмкін. Міне сонда мәжбүрлі тәуелді жағдайда бола тұра ол қылмысқа баратындығы. Жеке тұлғаның тұрақты криминогендік себептілік бағыттылығы бойынша кездейсоқ, жағдайлық, тұрақсыз кәсіпқой. Енді кездейсоқ қылмыстар әрине бұл жерде аяқ астынан
болады дейміз. Жағдайлық тұрақсыз қылмыстармен салыстырғанда бұл бір реттік жасалатын қылмыстар. Жағдайлық пен мына жерде мәжбүрлі қылмыспен екеуін бірге қарастыруымызға болады. Себебі жаңағы тұрмыстық жағдай дейміз, немесе мәжбүрлік жағдайда ол еріксіз жаңағы біреудің қол сұғуы мүмкін. Өзінің қарапайым қажеттіліктерін өтеу үшін ол осы қылмысты жасауы мүмкін. Тұрақсыз. Әрине, бұл жерде тұрақсыз бен кәсіпқойды екеуін қатар қарастыруымызға болады. Тұрақсыз қылмыстар, әрине, олар қылмыскер атанғанымен оның қылмысы бір рет. Белгілі бір уақыттан кейін ол қайттан басқа қылмыстың түрін жасауы мүмкін. Осыдан ұласа келе кәсіпқой. Естеріңізде болса, өткен тақырыпта біз қарадық, кәсіпқой қылмыскер дегенде оның ең басты белгісі осы қылмыстың түрін таңдау арқылы, сол қылмысқа мамандану арқылы ол өзінің күнкөріс негізіне айландыру. Осы қылмыстық негізде. Бұл көп жағдайда жаңағы ұрылар болуы мүмкін, қалта ұрылар болуы мүмкін, не болмаса есірткі бизнесімен айналысу мүмкін. Ол енді ұдайы айналысу белгілі бір кезеңдерде ол бәрібір әшкереленеді, ертеңгі күні ол жауаптылыққа тартылатындығы. Да сол қылмыстың түрін ол кәсіпке айландыратындығы. Не болмаса мынау кедендік контрабанда, Қазақстан аумағына тыйым салынған заттарды, мүліктерді әкелу, не болмаса қандай да бір заттар әкелетін болса, олардың сапасын, санын бұрмалау арқылы ол өзіне қандай да бір қылмыстық әрекеттерді ұдайы жасауға үйренетіндігі, соны ұдайы ұстанатындығымен кәсіпқой қылмыскер атанатындығы. Енді әйелдер қылмыстылығының себебі мен шарттары дейді, ол экономикалық, әлеуметтік, заңнаманың кемшіліктері, шағын ортаның теріс әсері, түзеу мекемесінің жеткіліксіз қызметі, жазадан кейінгі бейімделу мәселесі. Енді бұл жерде экономикалық дегенде бұл жалпы қоғамдағы тұрмыстық әлеуметтік жағдайға қоғамға әсер еткенімен ол тікелей жеке бір адамдарға да, жеке бір адамдар тобына, шағын орта дейміз отбасына да өзінің салдарын тигізуі мүмкін. Жұмыссыздық, одан кейінгі ең төменгі жалақы, осының барлығы осы экономикалық жатады. Әлеуметтік болғанда енді экономикалық, әлеуметтік екеуі енді бір-бірімен тікелей байланысты ғой. Әлеуметтік қамтамасыз етілу, жұмыспен болсын, тұрғын үймен, одан кейінгі қазір түрлі әлеуметтік көмектердің жұмыспен қамтылу кезеңіндегі оларға ұдайы мемлекеттің тарапынан көмектің болуы, осының барлығы әлеуметтік себептерге әкеледі. Заңнаманың кемшіліктері. Әрине, біздің өзі құқықтық саясат тұжырымдамасында 2020 жылдарға арналған. Сонда біз айттық қой, біздің тұжырым екі векторлы дедік. Біреуі гуманизация болатын болса, екіншісі ауыр қылмыстар үшін жазаны қатаңдату болатын. Сонда ізгілендіру гуманизация саласында осы әйел адамдарға қатысты айтылған. Яғни әйел адамдардың, не болмаса олардың қарауында, асырауында балалары болатын болса, қылмыстан кейінгі жазаны өтеу кезінде оларға қандай да бір жеңілдіктер қарастыру болған. Сол сияқты заңнамадағы кемшіліктер көп жағдайда осы отбасындағы анасы деп қояйықшы, енді осылардың қылмыс жолға түспеуінің қарастыратын нақты заңдар болу шарт. Шағын ортаның теріс әсері. Әрине, шағын орта дегенде біріншіден біз отбасынан бастап аламыз. Тек қана бір жақты ересек әйелдер ғана емес, соның ішіндегі кәмелетке толмаған қыз балалардың да тағдырының осы шағын ортада қандай болатындығы, ертеңгі күні қалыптасқан жағдайда олар қандай бағытпен дамитындығын көрсетеді. Яғни шағын орталар әртүрлі болуы мүмкін, оны біз білеміз қоғамдағы шағын орталардың. Сонда осы қыз балалардың, әйел адамдардың маскүнемдікке, нашақорлыққа, жезөкшелікке, одан қалды кәмелетке толмағандардың қайыршылыққа, қаңғыбастыққа салынуына түрткі болатын алдындағы айтылған тақырыпта біз есімізге түсіруімізге болады. Кәмелетке толмағандар деп айттық қой.
оның ішінде қыз балаларды да атаған болатынбыз, қылмыстық бағыты қандай екендігі. Кейінгі кезде бұлардың қыз балалардың қылмыстық топ құрамында болатындығы, иә, бірең сараң мәліметтер бар, осы тек бір жақта қыздардан құрылған шағын қылмыстық топтардың болғандығы. Әрине олар ұзақ болған жоқ, қандай да бір өздерінің құқыққа қарсы бұзушылықтарын жүзеге асырды, өздерінің орталарында дейміз, қатарластарында белгілі бір аумақта өздерінің әрекеттерін жүзеге асырған болады. Енді одан кейінгі түзеу мекемесінің жеткіліксіз қызметі. Әрине Қазақстан Республикасында алдында да айтып отырмыз, әйелдерге арналған түзеу мекемелері бар дейді. Түзеу мекемелері бар, ондағы ұстау жағдайы әрине соттың үкімімен тағайындалғаннан кейін толыққанды орындалады. Дегенмен де түзеу мекемесіндегі әйел адамдардың кейіннен қылмыстан кейін түзеліп қоғамға толыққанды азамат ретінде оралу үшін жағдайлар жасау. Оқыту мәселесі бар, оларды қайта даярлау, біліктілік дейміз, не болмаса басқа мамандық алуына жағдай жасау. Ең біріншіден олардың сол жазасын өтеу мекемесінде бос уақыттың аз болуы үшін оларды еңбекке тарту мәселесі. Қазіргі таңда өздеріңіз білесіздер, өздеріңіздің Долинканың ар жағында Көксүн деген әйелдерге арналған жазасын өтеу мекемесі бар ғой. Сол кезде мысалы кеңестік дәуірде кәдімгі жеңіл өнеркәсіп киімдер, жұмысшыларға, шахтерларға киімдер тігетін, кәдімгідей мемлекеттік тапсырыспен олар ұдайы ауысым-ауысыммен, смена-сменамен олар күндіз-түні жұмыс істейтін. Мынау нарықтық заманға өткеннен кейін бұл жүйе бұзылды. Сол фабрика деп айтатын болсақ, оның бір шағын бөлімі ғана жұмыс істеп тұр. Өйткені оларға тапсырыс беретін бұрынғы мемлекеттік жүйе жоқ, былайша айтқанда жұмыссыз отыр. Қазіргі заманның талабына сай олар да өздерінің қызметін жүзеге асыру үшін тендерге түсу керек, одан материалдары болу керек, мемлекеттің тарапынан оларға қандай да бір жағдайлар жасалу керек. Міне, сондағы қанша әйелдің жазасын өтеп жатса, оның барлығы өкінішке орай сол жұмысқа тартылмаған. Өйткені жұмыс орны жоқ. Анау бөлімнің өзінде екі ауысыммен ғана жұмыс істейді, берілген тапсырысты орындайды, қайттан олар келесі тапсырысты тапқанша, былайша айтқанда, жұмыссыз қалатындығы. Егер де олар жазасын өтеу мекемесінде жұмыс істесе, әрине біріншіден олар өздерінің жағдайларын жақсартады, қарапайым күнделікті қажетті бұйымдарын, заттарын сатып алуға өзінің қаражаты болатындығы. Екіншіден, олар өздерінің бостандықтағы отбасы болатын болса, болмаған күнде де олардың артында балалары бар, баласы бар, не болмаса. Солардың жағдайын жасауға олар жұмыс істегенде қандай да бір тиын тебен соларға аудару мүмкіндігі болады. Бұл бір жағынан материалдық тұрғыдан көмек болатын болса, екінші жағынан бұлар ертеңгі күні бостандыққа оралған кезде отбасымен қарым-қатынасы үзілмейтіндігі. Яғни қалыпты отбасына оралып, олардың жақын туыстарының қарсы алуының өзі олар үшін үлкен мәселе. Тұрғын үй дейміз, тағысын тағы солар туындай береді. Осы мәселені шешуде бұлар жұмыс істеу арқылы айтқан материалдық көмек, содан кейін өздерінің бар екендігі, еңбекке қабілеттілігі екендігін, керек екендігін дәлелдей алатын бір мәселе. Енді жазадан кейінгі бейімделу мәселесі дейді. Бұл да үлкен проблема. Өзі сол жердегі сотталған әйелдерден сауалнама жүргізгенде жазадан кейін, өтеп болғаннан кейін қайда барасың, немен айналысасың деген сұраққа олардың көп пайызы өзінің келген тұрғылықты жеріне қайтуға тырыспайтындығы. Керісінше олар басқа қалаға, басқа ауданға, басқа өңірге кеткісі келетіндігі. Оның себебін олар өмірді қайтадан бастағысы келетіндігі. Тіптен былайша айтқанда жаңадан бастағысы келеді, жаңа ортаға, басқа жерге барып өзінің өмірін бастамақшы. Себебі бұрынғы орнына барса, тағысын тағы бұрынғы таныстары, бұрынғы араласқан адамдары, олардан
олар түбегейлі бас тартып, былайша айтқанда жаңа өмір бастау үшін жаңа басқа жаққа кеткісі келетіндігі бар. Міне, бұның өзі де үлкен проблема. Әрине басқа жерге барар, оны қабылдайтын орта бар ма, болмаса кімге барады, қайда тұрады деген сұрақтар тағы да мемлекетке жүктелетіндігі. Одан кейін оған жұмыс тауып беру, тұрғылықты жер дейміз, тағысындағы мәселелер туындайтындығы. Қазір бірақ енді бұнымен айналысатын бізде пробациялық қызмет бар. Пробациялық қызметке бақылауда, қадағалауда, әрқайсының жеке басына бағдарлама қабылдайтындығы, өзі немен айналысады, қайда тұрады, жүреді деген сияқты мәселенің барлығын осы пробациялық қызмет қарайды. Егер де осы пробациялық қызметтің жаңағы талаптарына көнбейтін болса, әрине оның заңмен тағы да мәселесінің туындайтындығы бар. Осы жазадан кейінгі бейімделу мәселесі де қазіргі таңда шешіліп жатыр, дегенмен де толық қанағаттандырады деп айта алмайтын шығармыз. Енді әйелдер қылмыстылығының себептерімен байланысты құбылыстар мен процестер немен байланысты? Біріншіден, қоғамдық өндірісте әйелдердің неғұрлым белсенді қатысулары. Әлеуметтік бақылаудың едәуір әлсіреуі бірінші кезекте отбасының. Қоғамдағы қысымшылықтың өршігеннен адамдардың қобалжуы, олардың арасындағы жанжалдар мен араздықтар, нашақорлық, маскүнемдік, жезөкшелік, қаңғыбастық және қайшылықтардың өсуі. Енді қоғамдағы өндірісте әйелдердің неғұрлым белсенді қатысуы. Әрине, мемлекеттің тарапынан, жеке кәсіпкерліктердің тарапынан бұларды жұмыспен қамтылу мәселесіндегі осы әйел адамдардың белсенділігі. Білім саласында болсын, қай салада болсын, жеңіл өнеркәсіп болсын, сауда-саттық, бизнес, экономикада бұлардың белсенділігі бар. Осыны қолдаудың әрі қарата жалғасуы қажеттілігі. Әлеуметтік бақылаудың едәуір әлсіреуі бірінші кезекте отбасының. Әрине, әлеуметтік бақылаудағы әйел адамдарға қатысты ол өз алдына мына жерде бірінші кезекте отбасындағы назар аударуға болады. Яғни біздің қазақ қоғам түсінігіндегі қызға 40 үйден тыйым. Осындай талаптардың ертеңгі күні олардың жүріс-тұрысына деген сұраныстың не болмаса оған кім жауап беретіндігі. Бұл бір отбасы болатын болса, жалпы қоғамдағы әйел адам, қыз балалардың жүріс-тұрысына деген талапты кім қояды, кім олардан ертеңгі күні тыйым салады деген мәселе ғой. Жаңағы айтқан көлденең көк аттың құрбаны болмас үшін, әрине оларға қарайтын не болса жауап беретін ер адам, азаматтар. Біз алдында сіздермен айтқан болатынбыз. Қоғамдағы қысымшылықтың өршігеннен адамдардың қобалжуы, нарықтық экономиканың салдарынан ертеңгі күні осы әйел адамдар өздерінің болашағын болжай алмайтындығы. Одан кейінгі содан қобалжуы, үміттің жоқтығы, сенімсіздіктің салдарынан жанжалдардың, араздықтардың туындайтындығы. Әрине, нашақорлық, маскүнемдік, жезөкшелік қоғамға жат өмір салты. Әрине, бұлардың барлығы ертеңгі күні қылмысқа бір табан жақын екендігін көрсетеді. Осылардың алдын алудағы болдырмауды қолға алатындығы қажет. Одан кейін әйелдермен жүргізілетін алдын алу шараларының негізгі қағидаларын топтастырып, теориялық тұрғыдан келесідей қарастырамыз. Әйелдерге деген адамгершілік және мейірімділік, әрине, бұны айтпай-ақ, бұл бізде қоғамда болатын ешқандай талассыз мәселе. Оларды қылмыстық жазалаушы немесе ізгілікке жат қылықтарды жасауға итермелеген себептерді анықтау және түсіну. Олардың былайша айтқанда жаңа жоғарыда айтқан жүріс-тұрысы қадағалану керек қой. Олардың теріс ортадан шығып, өз өмірінде жолын табуға көмектесу. Әрине, өкінішке орай түрлі орталар бар. Солардағы әйел адамдардың ертеңгі күні қылмыстық жолға түсетіндігімен дәлелденетіндігі.
өзі физиологиялық тұрғыдан ба, психологиялық тұрғыдан ба, ер адамдармен салыстырғанда әйел адамдардың ерекшелігі, олар бір нәрсені, бір затты, бір әрекетті жасайтын болса, оларды не болмаса сол жолға түсіп кетсе, оларды қайтару қиын. Ол өзі өмірдің өзінде дәлелденген, зерттеулермен де дәлелденген. Мысалы, нашақорлыққа не болмаса маскүнемдікке түскен әйел адамды ер адамдарға қарағанда қайтару өте қиын. Олардың жаңағы ерекшелігі сондай болып тұр. Өзі солай ғой. Қыз бала, әйел адам біреуге ғашық болса, оған бәрібір ештеңесіне қарамайтындығы. Ертең еңіреп отырады деп айтамыз ғой. Сол сияқты. Бұлар бір бағытта беткейге кетті ме, оларды бұру, оларды түсіндіру, ұғындыру өте қиын. Осы да үлкен мәселе. Жаңағы көп жағдайда бар маскүнемдікке түсіп кеткендерді қайтпайтындығы. Одан кейін нашақорлықта, сонымен қоса жезөкшелікте, қайыршылықта, қаңғыбастықта бұлардың бойына сіңіп кетсе, бұдан қайтару өте қиын. Ол қаңғыбас бітті, оны тоқтату қиын. Қанша қамап ұстасаң да қашып кетеді де, ол қаңғып кетеді. Мысалы, жаңағы әдеті қайыршылық көшеге шығып алады да, соны қайталап істейтіндігі бар. Осындай қағидалардың арасында. Енді өзіндік дайындық сұрақтары осы аталғандар бойынша